Құрмет қой сіздерге. Сарамыңда бір рахмет. Мына жинап отырған. Мына үстелдің айналасында, шын мәнінде Аруананың айналасындағы мен Халық үні қоғамдық бірлестіктер одағы екі дүнге жиналып отыр. Міне Халық үніне мынарада билер отыр. Халық үні бірлестіктер одағының орынбасары отыр. Халық үні бірлестіктер одағының 30-дан аса үкіметтік емес ұйымдарды біріктірген 7 құрылтайшысы бар. 18 ноябрьде біз үлкен съезімізді өткізгенбіз, құрылтайымызды. Сонда мені болмастан төраға қылып сайлаған. Байқап отырым, Аруана мен Халық үні бірлестіктер одағының бұл дөңгелек үстел секілді болып отыр. Сіздің көтеріп жүрген мәселеңіз өте дұрыс. Бізде мені мазалайтын, міне, мәмбет отыр. Мені мазалайтын үлкен дүние, біздің қанымыз бар, қарамыз бар, білімдіміз бар, білімсізіміз бар, жасымыз бар, жасамысымыз бар. Қазақ халқының қадір қасиетін түсінбей жүрген халықпыз біз. Бұны мен сіздерге оңай екі түрлі мәселемен етейін. Бүкіл дүние халқы таппаған, ғылыми жағынан таппаған, ашпаған ғұламалық тылсым дүниелердің барлық қазақтың дәстүр салтында. Қазақ той жасаған. Той деген рухты көтеру, мерейді көтеру. Ал қазіргі кезде сіздің сабан тойға келіспейтін болса, сабан той деген татардың өзі меншікте мереке қылып алған дүниесі. Біз қазір анау біз егін екпегенбіз, анау дегеннің барлығы европацентристік, мынау орыстың тәрбиесімен, соның айтқанымен жүріп қалған ғалымдардың, ақсақалдардың айтып отыр. Бізде егін де салынған, қала да салынған, мал да бағылған, барлығы да істелген. Оның үстіне қазір міне, енді біздің ауыл шаруашылығымыз ең бірінші біздің алтын әкелетін жағдайға айланып отыр. Тіпті мұнайдан да артық жағдайға ауысып отырмыз. Біз қазір астығымызды нешінші орынға шықтық? Екінші, үшінші орынға шығып, дүниеге тарату. Осындай жағдай болып жатқанда біз неге оны? Жарайды, сабан той демесек, расында біз сабан үшін жинамаймыз, дән қой бізді жинамыз. Біз алтын дән деген оның керек жоқ, біреудің атап кеткен дүниесіне жармасын. Алтын дән деген міне мереке күнін сұрауымыз керек. Міне, бұны қалай сұраймыз? Енді тек бір облыстың әкімінен емес, міне Халық үнінің азаматтар отыр. Біз Халық үні мен Аруана бірігіп отырып, мәке, сіздің тарихшылар қауымдастығын біріктіре отырып, біз міне президентке жазамыз. 14 облыстың әкіміне жазамыз. Бұны дәлелдеп жазамыз. Біздің қазір мұнайдан да астығымыз құнды болып, бренд бе ұсынылып отыр бүкіл дүниесіне. Сондықтан бізде міндетті түрде астық жиналып болғаннан алтын дән деген мерекеміз болу керек. Бұны біз қабылдауымыз керек деп, міне қазір ертеңнен бастап міне мәкең өздеріміз біз міне осы үш несінен қоғамның атына президенттен бастап премьер-министр 14 облыстың әкіміне жазамыз. Біз ол ананы мұнаны сұрамаймыз, біз бұйырамыз бұны халықтың атына, қоғамдық бірлестіктердің атына. Олар неге тыңдамайды?